Біздің қоғамда қазір біз осы уақытқа дейін 40 үйден тыйым қызға деген нәрсені білеміз. Бірақ еркекке 30 үйден тыйым бар. Мысалы, оны айтпаймыз ғой. Бұны айтып отқым келген себебі, менің түсінігімде, мен өзім көрген, өзім осы тақырыпта жүрген адам ретінде айтайын, біздің отбасында зорлық-зомбылықтың бастауында тұратын, және соған тікелей әсер ететін біздің ер азаматтар. Мен өзім де мойындаймын, біздің ер азаматтар екен. Не екенін айтайын, себебі біз тыңдауды үйренбегенбіз. Біз тыңдай алмаймыз, біз болды, әйел тыңдай алмаймыз. Біз еркектің, мысалға, әйел эмоциональный жаратылыс. Оның эмоциясы кез келген уақытта от болады, су болады, көл болады, жол болады. Бірақ исламда, мысалы, діни тұрғыда, мысалы, қазір біз дәстүрді де, дінді де тықпалаған кезде андай қылып тықпалаймыз. Дінді алып келеді, бітті. Сен нормально өмір сүргің келе ме, күйеуің разылығын ал дейді. Дінмен әкеп шегелеуге тырысады. Бала ата-анасының разылығын алу керек. Енді сұрақ, қандай күйеудің разылығын алу керек деген? Қандай баланың ата-ана оған разы